О, ақша! Мынау біздің ауыл. Күнде бір қызықты оқиға болып жатады. Қыздар, болсаңдаршы, бәрінен құр қаламыз ғой. Я, не қызық? Сұлулар не болып жатыр мына үйдегі? Сол баяғы бірінен соң бірін лақтырып жатыр ғой жігіттерді, менсінбей. Бәрінен де мен сұлу, мен сұлу. Жоқ, мен сұлу. Ару, тез сүт әкел, бетіме шаған. Аха. Ару, шашымды жинап берші. Келіп қалды, құдалар кеп қалды. Мұнан қараңдар, құдалар келе жатыр. Ой, пырмай, жүрісін қара шіркіндің. Шашы қалай? Ей, мұнан қара. Көрші ауылдың тақырбасы да дәмелі қыздан. Бұлар да тез қайтты. Қарай көр. Менсінбейді ғой тіпті. Сендердің де құлпырып тұрғандарың шамалы. Не боп кетті? Тақырбастар кірді ме үйге өзі? Қайдам, кіруінен шығуы тез болды ғой. Қой құрсын, кеттік. Бүгін не қызық болар екен? Енді кім келер екен? Мәссаған, Шалқарбай, нағыз байдың байы келеді. Ұлының қолынан келмейтіні жоқ дейді. Уа, Шалқарбайдың баласы. Баласы да ма? Кәне. Аружан, тез бол, не киеміз, не? Жоқ, ұнамайды, басқасын. Мынау ма? Әлде мынау ма? Үстімдегі көйлегім өзіме керемет жарасады. Бәрінен де мен сұлумын. Құрметті құдалар, қош келіпсіздер. Шүкір, бой жеткен қыздарының қолынан келмейтіні жоқ. Бір үйді дөңгелетіп жібереді. Міне үлкені ай сұлу, және күн сұлу. Бірақ бізге бір ғана келін керек. Онда қыздар шай қойсын. Кімнің самауырны бірінші қайнаса, сол бой жеткенге құда түсейік, жарай ма? Тез қайнаш енді. Тез қайна дейім, тез. Бәрібір саған қарамайды, мен жеңем. Апа, қарашы. Ау, қызыңыз неге қатыспайды? Бұл сайыс қой, бәріне бірдей болсын, құдағый.
Ару келе ғой. Тез қайна, тез. Тез қайна. Шай алыңыздар. О, Менікі бірінші қайнады. Менікі жоқ. Менікі. ей, не болды қалқам? Қашан? Қалай? Кел, құдағи, кел. Кел, биле. Кел. Кеттік. Ай, шырағым ай, барған жеріңде бақытты бол. Бәрінен де сен сұлу. Иә, оқиға ойламаған жерден осылай аяқталды. Енді екі қыз шай қайнатуды мықтап қолға алатын шығар. Сөйлесі жадыратып көгімді, күн шуағы кең далама төгілді. Маған еріп шыршалар мен гүл шөпте, ырғалып бір биге басты, биге көңілді. Мен көк сарай кең далада еркін жүрген, мен дарабы жан жоқ маған қарсы келген. Кең даламның табиғаты қандай көркем, мен осында жалғыз өтем, жалғыз өмір сүрем. Мен көк сарай. Бәрекелді. Бәке, мұна жер қандай әдемі? Сарайды осында салсақ қалай? Иә, өте тамаша жер екен. Салсақ салайық. 'Онда жұмысқа кірісейік. Кел, кел. 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 Кел, кел
қонбай үй салған бірге кел сәулетті сарай салайық бірге кел Бұл не сұмдық? гүлденген қала қорайы Ой, оңбағандар. Осында сарай саламыз дейсіңдер ме? Дәмеленбей ақ қойыңдар. Бұған не болған? Бұны істеген кім? Қандай оңбаған еді? Енді қайтеміз. Қайтайық па? Жоқ. Қайта бастан істейік. Көрерім, қанша төзір екенсіңдер. Байқұс әліңе қарамай, менімен жарысып осында тұрғын келе ме? Қазір-ақ күліңді көк ұшырамын. Мә! Ой! Ой! Сен кімсің? Неге оған тиісе бересің? Оның қандай жазығы бар еді? Осы жердің қожасы менмін. Бұнда менен басқа ешкімнің тұруына болмайды. Кім сені бұл жердің қожасы етіп қойды? Мен бір бәйтерекпін. Осында неше ғасырдан бері өмір сүріп келемін. Сенің мұнда қалай қаланып, қалай салынғаныңды да білемін. Қарағым, ешкімде жердің қожасы емес. Осы жер ана бәрімізді тең құшағына салып өсірді. Оның құшағы мәңгі бізге тарылмайды. Қайта, сенің ниетің тарылып отыр, балам. Кең болсаң, кем болмайсың деген ғой. Енді бұл сарайға тиісе берме, жарай ма? Кешіріңіз. Білместік істеппін.
Кайрылы таң. Мен сіздің жаңа көршіңізбін. Жүрегіме махаббат гүлін еккен, сен едің менің кең далама келген көктем. Сені алғаш көргенде жаным ғашық болдым, мәңгі бақыттыма балап өзің деркем. Әсем сезім екен, тәтті күйін шерткен, келші қасыма, келші менің еркем. Шуақ нұрын төккен, самал сүйіп кеткен, нұрлы болашақ, нұрлы біздің ертең. Алтау ала болса ауыздан кетеді, төртеу түгел болса төбеден келеді деген осы қарақтарым. Сөйлесі жадыратып көгімді, күн шуағы кең далама төгілді. Маған еріп шыршалар мен гүл шөпте, ырғалып бір биге басты, биге көңілді. Мен көк сарай кең далада еркін жүрген, мен дарабы жан жоқ маған қарсы келген. Кең даламның табиғаты қандай көркем, мен осында жалғыз өтем, жалғыз өмір сүрем. Мен көк сарай. Бәрекелді. Бәке, мына жер қандай әдемі? Сарайды осында салсақ қалай? Я, өте тамаша жер екен. Салсақ салайық. Онда жұмысқа кірсейік. Көрік қосқан, әрбір жанға пана сыйлап, тынбай үй салған, бірге кел
Бұл не сұмдық? Ой, оңбағандар. Осында сарай саламыз дейсіңдер ме? Дәмеленбей ақ қойыңдар. Бұған не болған? Бұны істеген кім? Қандай оңбаған еді? Енді қайтеміз. Қайтайық па? Жоқ. Қайта бастан істейік. Көрерім, қанша төзір екенсіңдер. Байқұс әліңе қарамай, менімен жарыс босына тұрғын келе ме? Қазір-ақ күліңді көк ұшырамын. Мә! Ой! Ой! Сен кімсің? Неге оған тиісе бересің? Оның қандай жазығы бар еді? Осы жердің қожасы менмін. Бұнда менен басқа ешкімнің тұруына болмайды. Кім сені бұл жердің қожасы етіп қойды? Мен бір бәйтерекпін. Осында неше ғасырдан бері өмір сүріп келемін. Сенің мұнда қалай қаланып, қалай салынғаныңды да білемін. Қарағым, ешкімде жердің қожасы емес. Осы жер ана бәрімізді тең құшағына салып өсірді. Оның құшағы мәңгі бізге тарылмайды. Қайта, сенің ниетің тарылып отыр, балам. Кең болсаң, кем болмайсың деген ғой. Енді бұл сарайға тиісе берме. Жарай ма? Кешіріңіз. Білместік істеппін.
кайрылды. Мен сіздің жаңа көршіңізбін. Жүрегіме махаббат гүлін еккен, сен едің менің кең далама келген көктем. Сені алғаш көргенде жаным ғашық болдым, мәңгі бақыттыма балап өзіңді еркем. Әсем сезім екен, тәтті күйін шерткен, келші қасыма, келші менің еркем. Шуақ нұрын төккен, самал сүйіп кеткен, нұрлы болашақ, нұрлы біздің ертең. Алтау ала болса ауыздан кетеді, төртеу түгел болса төбеден келеді деген осы қарақтарым. Көңілді күймен келдік ауылға, кәне шығыңдар достар далаға. Атымызға мінейік, жасыл жайлау көрейік, өлең айтып бәріміз көңілді балдырған. Көңілді балдырған, көңілді балдырған. Мәдижан, сиырларды ұзаққа айдап жібере ғой тездеді. Одан соң Айзере екеуің бұзауды өріске жіберерсіңдер. Жарайды ата. Айзере, сен бұзаулардың қасында тұра тұр. Жарайды аға. Айтпақшы, мен ұмытып барады екенмін ғой. Айзере екеуің зерікпесін деп, бір шопаннан мына кітапты сұрап алып едім. Оқырсыңдар, алыңдар. Ал жақсы. Мен кеттім. Ана! Бұзау, аңырама. Анаң кешке келеді, ақ мамасын береді. Қызыл бұзау боздама, енең сенің жайылып мол уызбен келеді. Ақ бұзауым ақылды, көк шалғында тояттап, шауып ойнап жүреді. Сендер сәл күтіңдерші. Мен қазір ою досын дертіп келейін. Ою, достым, қайдасың? Тешін алайық, бұзауды өріске айдаймыз. Қазір. Айзере оюды ертіп келуге кетті ме? Жарайды, қазір келетін шығар. Ертеде, ешкі жүні бөртеде, қырғауыл жүні қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен. Қашыңдар! Бол, қашыңдар!
Ой, 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 ай, ай. Тиме оларға. Ағатай, құтқарыңдар. Ағатай, құтқара гөр. Мәди батыр, енді екеуміздің жанымыз бір. Қандай пәле болса да бірдей көреміз. Менің мына сөздерім есіңде болсын. Біздің Айзере мен Оюды биік таудың басында тұратын жалмауыз ұрлап әкетті. Құйын алып кетіп еді ғой. Ол қырық айлалы, жалмауыз өзінің жемтігін қолына түсіру үшін түрлі айла қолданады. Бірақ біз күн батпай жетуіміз керек. Егер кешігетін болсақ, күн батқанда ол достарымызды жеп қояды. Аяулы менің қарындасым Айзере. Достым Ою, сендердің күйлерің не болып жатыр екен? Ашыдаңдар, мен құтқарам. Бүгіндікке менің қарным тоятын болды ғой. Айзере, бүткен жеріміз осы болды ғой. Ағам бізді құтқарады, көресің. Мәди қайда жүр екен? Тезірек келсе болар еді. Сендердің ағаларыңда менің азығым болады. Әуелеп ұшқан 6 қаз. Ағама менің айта бар. Жалмауыз бізді жемекші, жорғаны мініп келсінші, көмегін бізге берсінші. Құзаршыңның басында, қарындасың Айзере, Ою досың тағы бар, жалмауыз оны жемекші. Az қалды, кеш батсын. Достым Мәди, қазір алдымыздан тағы бір асу шығады. Одан ассақ алдымызда таудың шыңы. Ол жерде Айзере мен Оюды жалмауыз байлап ұстап отыр. 6 қаздың айтқан жері сол шың басы. Рахмет саған, жан жолдасым Жорғатай. Жортқанда жолдас болдың, адасқанда ақылшы болдың. Жетет, енді сендердің шаруаларыңды бітірейін онда. Апа, ата, Мәди, көмектесіңдер. Ойбай!
Жетет! Болды басында ұрттыңдар. Онда біттім дей беріңдер. Менің қарындасым мен досымды босат. Мәди аға, ағатай менің. Мәди мен Жорға тай құтқаруға келді. Алақай. Оңай босата салат деп ойлайсың ба? Алдымен менің сынағымнан өтесің. Мәди, егер сен оның сынағынан сүрінбей өтсең, ол тимей босата салат. Келістік, мен дайымын. Маған сен өтірік өлең айтып бер. Шын араласпайтын болсан. Айтсаңшы, бір өтірік айта сал. Ағатай сенің қолыңнан келеді. Жүк артып инелікке ерте көштім. Шекелеп сары майдан арқан естім. Мұртына шегірткенің ат арқандап, дегенде өлдім талдым әрең шештім. Міндім де қара қоңыз аяңдадым, салдыратып аяңына қоян алдым. Япырмай сол қоянның семізін ай, көтеріп қоңызыма қоя салдым. Инелікке жүк артып? Қара қоңызға міндім, шымай. Жә, жетер. Әлі сынақ біткен жоқ. Сен енді маған білгіш болсаң, Қазбайдың үш жақсы нәрсесін аташ. Қазбайдың үш нәрсесін? Жауап бере алмай қалсақ қайтеміз. Қазбайдың үш жақсы нәрсесі бар. Біреуі, піс қазаным піс десе, әртүрлі тамақ пісіп шығады. Енді біреуі, құс есегім құс десе, алтын құсат. Тағы бірі, ұр тоқпағым ұр десе, адамдарды ұра береді. Жақсы жөн екен. Онда мен достарымды босатып, кете берсем бола ма? Жоқ, әлі сұрағым бар. Керқұлатты Кендебай ертегісіндегі Кендебай Керқұлатына қалай кезігеді? Енді осы сұрағыма жауап бере алсаң бере ғой да, қарындасы мен досыңды алып кете бер. Ал жауабың жоқ болса, құр әуреленбе. Ағатай құтқарш. Күндердің бір күні Кендебай аң аулап жүрсе, Қаратаудың бойында, терең құздың ойында, арыстандай көк жалбөрі бір буаз биені жаңа ғана жарып жегелі жатыр екен. Кендебай жүгіріп барып, көкжалды құйрығынан ұстап алып, бұлғап лақтырып кеп жіберді. Қасқыр арс етіп, аузын қисаңдатып, өліпті де қалыпты. Кендебай қасқырдың терісін сойып алып, биенің қасына келсе, бие жанталасып өлгелі жатыр екен. Кендебай алмасқан жармен биенің қарнын жарып жіберіп, құлынын суырып алыпты. Арыстай еркек құлын екен. Кендебай құлынды үйіне алып қайтыпты. Оны құланның сүтімен асырапты. Құлын сағат сайын емес, минут сайын өсіпті. 6 айдың ішінде 6 кез ат болып шығыпты. Аттың түсі Керғұла болыпты. Кендебай Керғұланы үйретіп мініп, түн қатып аң аулапты. Жә, жетет, өзің қазақ ертексін жақсы біледі екенсің. Қарындас мен досыңды босатып ала бер. Ағатай! Алақай! Мәди!
Ағатай, тұрсаңшы. Тұр деймін, Мәди оянсаңшы енді. Көңілді күймен келдік ауылға, кәне шығыңдар достар далаға. Атымызға мінейік, жасыл жайлау көрейік, өлең айтып бәріміз көңілді балдырған. Көңілді балдырған, көңілді балдырған. Миды ашыттым. Көке, Жаник бетіме түкірді. Тимур, қойшы, ол кішкентай ғой. Енді кішкентаймын деп, білгенін істей берсің бе? Сен үлкен емессің бе, ал ол әлі кішкентай. Сен Жаникке қарағанда ақылдырақ, күштірексің, нағыз ер жігітсің. Естідің бе? Мен сеннен күштірекпін, мен батырмын. Ал сен боқ мұрынсың. Қабая. Біраз уақыт алатын түрі бар. Көке, мен көмектесейін. Мен үлкенмін ғой. Ал сен аяқтың астына оратылмай. Ары жүр. Жаник қайда? Көке, мынау не? Охо, мынауың бал-бал тас қой. Көке, мынау тағы бастады. Елдің айтылынша, осындай бал-балды айналып өтсең, ақылың кіріп, есейе түсесің. Сен боқ мұрынға бұл әдіс көмектеспейді. Сені ме? Көке! Жаник! Қайдасыңдар? Хей, боқ мұрын! Айғайлама. Айғайлама деймін. Мен боқ мұрын емес, батырмын. Әрине, нағыз батарсың. Мынаны көкем көрсе ғой. Сонда мен көкеме қалай оралам? Нағыз батыр үшін ол түктемес. Рас па? Жақсы ендеше. Ол үшін не істеуім керек? Ерлік жасауың керек. Иә, шынымен. Қандай ерлік? Батырдың ерлігін, ақымақ. Мәссаған! Ал жарай, батырдың ерлігі қайда екен? Тез арада тындырып тастайын оны. Жолың болсын, батырым. Қайда бет алдың? Ерлік жасайтын жер іздеп жүрмін. Менімен жүр. Алып айдаһармен айқасуға бара жатырмын. Нағыз батырдың ерлігі сол жерде сыналады. Рас-ақ.
Тек мен жақында ғана батыр атанып ем. Тәжірибем аз дегендей. Саспай-ақ қой. Батырға керектің бәрін өзім үйретем. Бәрекелді, рахмет. Ептілік те қажет. Батырға сәттілік серік болу керек. Батыр күшті болуы тиіс. Батыр шайқас алдында ұйқысын қандырып алуы тиіс. Әлгі айдаһар ше, өте қорқынышты ма? Өте. Үңгірінен шыққан сайын аузынан от шашып, ауылдарды өртейді. Қойды отарымен бірақ жұта салады. Бұл бәлекет кішіні де аямайды. Кәрлігіне де қарамайды. Ең сұлу қыздарды да ұрлайтын осы жендет. Айдаһармен алсам деп қанша батыр мерт болды. Жетейін деп қалдық. Ары қарай жаяу барамыз. Қане, демеп жіберші. Батыр басқаларға тірек болу керек. Әрдайым басқалардың қамын ойлау керек. Дымың шығарма. Құбышы қосы маңда болуы тиіс. Тыныш. Батыр дабысын сездірмеу керек. Қолыңды беду. Бұл жерге ойнау жоқ. Аулады құлаған. Ой! Сен кімсің? Менікі айдаһар. Қойшы. Сен үлкен, әрі қорқынышты болуың керек еді ғой. Жоқ, менікі сымбатты, тұрпатты. Сен ауылдарды өртеп, отар қойды жеп, қыздарды ұрлайсың. Мен? Е? Жоқ. Қалайша жоқ? Менікі ауыл өте алмайды, ет жемейді, өз қалыңдығын сүйеді. Ал мынау не? Бұл менікі бақса. Мына пайдалы бөтпе атты қиянды, мына дөңгеленген қуан сатты қызанақты өсіреді. Жегенге тәтті. Рахмет. Жібер менің досымды. Жалмауыз. Тоқтай тұрыңыз. Не болды? Мынау бір түрлі айдаһар екен. Көзіме сенер емеспін. Ол түкте қорқынышты емес екен. Не? Қарасаңызшы, көрмей тұрмысыз? Көріп тұрмын. Сатқынды көріп тұрмын. Ей сен, шекпе-шекке шық қане. Ал сен, жоғалт көзіңді, су жүрек. Тоқта қане. Ей, құбыжық. Қойыңызшы. Тоқта қане. Ей, құбыжық, тоқта. Ей, тоқта қане. Ей, құбыжық, тоқта. Тоқтай тұрыңызшы. Ол мейірімді, ауылдарды өртемейді, ешкімді де ренжітпейді. Ренжітпесе қайтайын. Айдаһардың аты айдаһар. Бірақ ол жақсы айдаһар ғой. Жақсы айдаһар. Өлі айдаһар. Өлі керек емес, одан да қияр жеген. Жоғал! Мәссаған. Hey!
Тиме оған! Басыңды алап, атақты батыр атанам. Апатай. Иттің баласы. Мен айтты ғой, ауырады құлаған. Тартарам қолыңда, шек сұрын неме. Кешір. Тұздыққа да задамайды. Ақыры ерлік жасау қолымнан келмеді. Неге? Меніңше нағыз ерлік жасадың. Қандай? Сен ана дәрменсіз әпендіні қорғап қалдың. Ол ерлік бе? Мен ғой, мен. Мінеки, дайын болды. Ал жігіттер, кеттік. Көке, айтқаныңыз рас екен. Мен аздап есейдім. Ал Жаник ше? Ал Жаникке әлі ерте.